Бүгін өңірдің денсаулық сақтау саласы тағы бір маңызды қолдауға ие болды. Медицина қызметкерлеріне 60 жаңа автокөліктің кілті салтанатты түрде табысталды. Жаңа автопарктың құрамында заманауи медициналық жабдықтармен қамтамасыз етілген А және В санатындағы жедел медициналық жәрдем көліктері бар. Бұл көліктер тұрғындарға шұғыл әрі сапалы медициналық көмек көрсету мүмкіндігін арттырады. Жалпы жаңа автокөліктердің 33-і Тараз қаласына, 4-еуі санитариялық авиация қызметіне, ал 23-і аудандық бөлімшелерге берілді. Орталық алаңда қаз-қатар тізілген 60 көлік бүгін медицина қызметкерлеріне табысталды. Олар заманауи жабдықтармен толық қамтамасыз етілген. Жаңа көлікте болған медицина қызметкерлерін облыс әкімі Ербол Қарашөкеев құттықтады. Ол ақ халаттыларға санитарлық автокөліктің кілтін табыстамас бұрын саладағы бірқатар маңызды жаңашылдықтарды атап өтті. Алдағы уақытта да денсаулық сақтау саласын дамыту, медициналық ұйымдардың материалдық техникалық базасын нығайту, жедел медициналық жәрдем қызметінің мүмкіндіктерін кеңейту бағытындағы жұмыстар жалғасатын болады. Жаңа автокөліктер халық игілігіне қызмет етіп, сіздердің жауапты қызметтеріңізге сенімді тірек болсын. Облыстағы алғашқы көмек көрсететін ұйымдарда барлығы 121 көлік болса, оның 32-де 48%-ның тозығы жеткен. Ал ақ халаттыларға табысталған жаңа көліктер енді аудан халқының жағдайын жақсартуға себеп болмақ. Осылайша саладағы мәселенің бір бөлігі шешімін тауып отыр. Біз соңғы алған автокөліктеріміз ол 2020 жылы алғамыз, 2022 12 машина алғамыз. Одан кейін алған емеспіз. Сондағы 4 жылдан бері алған емеспіз. Мына біздің санитарлық автокөліктер тәулік бойы тоқтамай жүреді ғой. Сол үшін бұлар тозығы тез жетеді. Тағы бір қуанышты жаңалық, енді медицина қызметкерлеріне қарсы құқық бұзушылық жасалмайды. Өйткені жедел жәрдемде жүретін барлық қызметкерлер бейнебақылау камераларымен жүреді. Жамбыл облысы бұл жаңашылдыққа республикадағы алғашқылардың бірі болып қосылған. Бексат Әшірбай, Аңсар Тілепберген, Елдар Түстікбай, Қордай 24 News.